Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 59 сабақта біз сөйлемдегі сөздердің байланысы тақырыбын жалғастырамыз және мәтін бойынша мазмұнын болжап, сурет бойынша әңгіме құрастыруды үйренеміз. Балалар, каналға жазыламыз, қоңыраушаны басып және лайк жазуды ұмытпаймыз. 34-ші жаттығуға қарайық. Мәтін тақырыбы бойынша мазмұнын болжап көр дейді. Мәтіннің тақырыбы қиядағы ұя дейді. Яғни ол бір құстың ұясы туралы болуы мүмкін, бұл әңгіме. Қандай да бір құстар өйткені қияға не салады, құстар болғанда да, бірақ кейбір құстар олар ағашқа салады ғой ұяны. Бұл жерде қиядағы деп тұр. Қия деген ол жартастың бір түрі ғой. Сондықтан да бұл тек бүркіт туралы болуы мүмкін. Өйткені бүркіттер ғана қияға салады. Енді оқып көрейік. Қос қиядағы ұя, қос қыранның екі жерде ұясы бар. Бірі жоғарыда, бірі төменіректе. Екеуі де адам аяғы жетпейтін құз жартаста. Кей бүркіттерде мұндай ұя саны бұдан да көп болады. Бұл ұрпағын аман алып қалудың бір амалы дейді. Бір ұядан қауіп төнгенін сезсе, екінші ұяға барып балапан басады дейді. Тұрдақын Жексенбайдың жазғаны екен. Енді мәтін не туралы дейді. Әрине, мәтін бүркіттің ұясы туралы. Осы мәтіндегі негізгі ойды анықта дейді. Мәтіндегі негізгі ой ол бүркіттің балапандарына деген махаббаты, қандай да бір нәрсені сезсе, ол балаларын басқа ұясына апарады екен. Солардың амандығы үшін ол 2-3 ұя жасайды екен. Енді қос қыранның екі жерде ұясы бар сөйлемін көшіріп жазып, ондағы сөздердің байланысын сызбамен көрсет дейді. Дәптерлеріңе қос қыранның екі жерде ұясы бар сөйлемін жазып алыңдар. Енді сөйлемдердің байланысын қараңдар. Қос қыран екеуі бір-бірімен байланысып тұр, Одан кейін қыранның ұясы, ол да екеуі бір-бірімен байланысып тұр. Екі жерде ол да бір-бірімен және ұясы бар. Ол да екеуі бір-бірімен байланысып тұр. Енді 35-ші жаттығуда берілген тірек сөздерді пайдаланып, қысқы ойын тақырыбына әңгіме құрастыр дейді. Мына жерде тұр екен, тірек сөздер аяз ата, қалың қар, сырғанақ, балалар зулатып, құмары қанғанша ойнады деп, Енді былай деп жазайық. Қысқы ойын деп тақырыбын қойып қоямыз да. Қыс мезгілін балалар ересектерге қарағанда көбірек жақсы көреді. Өйткені қысқы ойын түрлері өте қызық. Әсіресе сырғанақ, тебу балаларды шыңдайды. Ал қалың қар жауған кезде одан аяз ата жасап, құмарлары қанғанша ойнайды. Қыс мезгілі әрқашанда осындай қызықтарға толы деп жазсақ болады. Енді 36-ші жаттығуда сурет және сызба бойынша әңгіме құрастырып жаз. Медеу мұз айдыны дейді. Біз қараңдар, Медеу мұз айдыны туралы бір мәтін жазып шығайық. Сендер барлығың Медеуді білесіңдер ма? Медеу біздің Алматы қаласында орналасқан қолдан жасалған мұз айдыны. Медеу ерекше мұз айдын. Біз достарымызбен сырғанақ тебеміз. Бізге Медеу қатты ұнайды. Өйткені уақытымызды қызықты өткіземіз деп жазамыз. Балалар, өйткені бізге мына жерде 4 сөйлем жазып қойған, 4 сөйлем жазуымыз керек екен, 4 сөйлем қалай жазатынымызды көрсетіп қойған. Осы сызба бойынша жаздық. Енді 37-ші тапсырмаға қарайық. 37-ші тапсырмада сөйлемдерді қатесіз көшіріп жаз, және де осы сөздердің байланысын тап дейді. Қараңдар, қоршаған орта біздің ортақ үйіміз дегенде, қоршаған орта байланысып тұр. Біздің үйіміз, және ортақ үйіміз. Оны қорғау керек. Оны қорғау және қорғау керек деген екеуі бір-бірімен байланысып тұр. Одан кейін кез келген жерге, келесі сөйлемде, және де жерге тастама. Одан кейін қоқыс тастама. Яғни 3 байланысты көріп тұрмыз осы жерде, Балалар, бүгінгі 59-ші сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.